Армысыздар, қымбатты көрермен, Алматы арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда мен Олжас Омарбек және әріптесім Бұлбұл Қалнұрқызы. Алдымен аңдатпа. Ақтөбеде бүйрегін сатпақ болған ер адамға қатысты үкім шықты. Айыпталушыға қандай жаза тағайындалды? Алматы облысының тұрғындары 10 жылдан бері сатып алған жер телімдерін заңдастыра алмай әлек. Алаяқтардың арбауына түстік дегендер енді қайтпек. Жауаптылар не дейді? Елде алдағы күндері картоп бағасы тұрақтанады. Осылай деп сендірген құзырлы ведомство өкілдері бұл бағытта нендей шара қолданбақ? Осы және өзге де ақпараттар толығырақ. Ақтөбе қаласында бүйрегін сатпақ болған ер адамға қатысты үкім шықты. Бұл іс қылмыстық кодекстегі 2 бап бойынша қаралған. Ал сотталушы кінәсін толығымен мойындапты. Еске салайық, былтыр жазда Атырау тұрғыны Телеграм арнасында органын сатпақшы болғаны туралы хабарландыру жариялаған еді. Ол бүйрек құнын 9 миллион теңгеге бағалаған. Кейін оған құқық қорғау органдарымен қызметтес куәгер жауап берген. Ер адам ақшаның бір бөлігін алған кезде ұсталыпты. Айыпталушы өкініші бар екенін айтқандықтан әрі 2 кішкентай баласының болуына байланысты сотта оған 12 айға шартты түрде бас бостандығынан айыру түрінде жаза тағайындады. Павлодарда өгей әкесі 2 жастағы қыз баланы ұрып қос бірдей бұғанасын сындырған. Анасы қызының абайсызда құлап жарақат алғанын айтып ауруханаға келіпті. Көрсетілген медициналық көмектен кейін олар үйіне қайтқан. Алайда ертесі әйел адам баланың соққыға жығылған мойындаған. Полиция аталған фактіні растап, күдіктінің уақытша ұстау изоляторына қамалғанын айтты. Мной был ребенок осмотрен, отправлен на рентген. Мен баланы рентгенге жібердім. Онда қыз баланың 2 бірдей бұғанасы сынғаны белгілі болды. Сондай-ақ маңдайында гематома байқадым. Анасы ойнап жүріп жарақаттанып қалғанын айтты. Ал келесі күні келіп, алған соққыларын қайта жазып беруді өтінді. Алматы облысы Талғар ауданында 164 азамат 10 жылдан бері сатып алған жерлерін заңдастыра алмай жүр. Қолдарында құжаты болмаса да, біразы мұндай үй тұрғызып қолданыстап үлгерген. Көпшілік жер алып беремін деп сендірген алаяқтың құрығына түсіп қалғандарын айтады. Құжатқа қол жеткізе алмай әбігерге түскен жұртпен әріптесім Әйгерім Пернебек тілдесіп келді. 2011 жылы Белбұлақ ауылының тұрғындарына белгілі ұйымның қызметкері болып танысқан әйел жер учаскелерін ұсына бастаған. Әуелде 30 гектарды бөлуге келісіп, сатып алушыларға құжатын рәсімдеп беруге уәде еткен. Ниет білдірушілердің көбін көріп, бірден бағаны да шарықтатып жіберіпті. Сөйтіп, жарты жыл ішінде жиналған қаражаттың бір бөлігін қолды етіп, ақыры халыққа 14,6 гектар жерді ғана беріп кеткен екен. 11 жылы біз адал ақшамызға сатып алдық. Осы қасымда тұрған адамдардың барлығымыз. Енді содан бері бұл жеріміздің құжаттарын ала алмай жүрміз. Себебі сол кезде осы Отан жер ана деген ұйымды ұйымдастырған біздің Оразымбетова Әлия ханым барлық оригинал жаңағы документтердің, құжаттардың барлығы сол кісінің қолында болғандықтан әлі күнге дейін қолымызды жеткізе алмай отырмыз. Документті бермей отыр. Оригинал документті юстицияға барып тіркеу үшін біз тіркейік десек, сол документтерді қолымызға қайтармай отыр. Алаяқтықпен сатылған 164 жер учаскелері дәл осы жерден басталады. Жалпы ауданы 14,5 гектарды құрайтын жерлердің дәл мына біз тұрған жері қызыл сызыққа енген. Себебі мына тұрған су қоймасымен шектеседі. Басында алаяқ осы жерлерді саудаға салғанда барлық проблемаларды шешіп берем деп уәделескен. Алайда қазір бұл жерлердің иелері ешқандай құрылыс жүргізуге құқықтары жоқ. Жұртты алдаумен қомақты қаржыны қалтасына басқан алаяқ жердің бір бөлігін қызының атына аударып берген екен. Ал 164 азаматқа бірдей етіп үлестіріп беру үшін сыйға тарту шарты жасалыпты. Бірақ әлі күнге дейін халықтың қолында құжаттары жоқ, жер тіркелмеген. Ал түп нұсқа қағаздар әлгі сатушының қолында қалып, халыққа сол күйі қайтарылмаған екен. Ол кісі 177 бабы бойынша сотталған. Ол негізінен мошенничествоның бабы. Сондықтан неге олар қазір сол кісіден
арыз қабылдайды. Сол арызды неге солай көп қарастырады, уже 1 жылға жақындап қалды. Біз бәріміз енді барып, заявлениямызды тапсырдық, объяснительларымызды жаздық, қолымызда құжаттарымыз бар, квитанцияларымыз бар. Неге олар қазір сол кісінің сөзіне сеніп, осы жұмысты, осы деланы жаппай жатыр? Жұртшылыққа бөлініп берген 14,6 гектар жер басында шаруа қожалығы болып танылған еді. Кейіннен 2015 жыл нысаналы мақсаты өзгеріп, өзіндік қосалқы шаруашылығы болып ауысқан. Демек, бұл жерде үй соғуға болады. Құжатқа қол жеткізе алмай жүрген халық жергілікті билік өкілдерінің табалдырығын тоздырып, барлық жауапты органға өтініш хат жіберген екен. Алайда аудан әкімдігі бұл мәселенің тек сот арқылы шешілетінін кесіп айтты. Бұл сұрақтың шешу жолы бұл кісілерге біз өз тарапымыздан көптеген рет айтқанбыз. Яғни ол мемлекеттік тіркеуді өткізу үшін қазіргі таңда не ортақ бір мәмілеге келесіздер, не болмаса сот арқылы медиативтік тұрғыда шағым тастап, яғни сол жаңағы следственное мероприятие жүріп жатыр. Кейін, яғни мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін, яғни бұл жерді, яғни заңдастыру, именно үйлерін заңдастыру, учаскелерін бөлек меншік жасауға бұл әкімдік тарапынан көмек көрсетіледі. 2017 жылы көпшіліктің арызымен жерді саудаға салған адам шартты түрде 3 жылға сотталған. Бірақ мәселе мұнымен шешілмеді. Тұрғындардың айтуынша алаяқ жазасын өтеу мерзімі аяқталғаннан кейін де жұртты алдап, ақша өндірген. Ал 2024 жыл полицияға өзі арызданып, әлдегімдер айлакерлікпен оған қарсы әрекет жасап жатыр деп шағым жасапты. Бұл іс 1 жылдан бері тергеліп жатыр. Қазіргі уақытта істің барлық мән-жайларын зерттеуде толықтығын, жан-жақтылығын және объективтілігін қамтамасыз ету үшін барлық қажетті тергеу әрекеттерін жүргізу жалғасуда. Аталған жұмыстардың нәтижелері бойынша түпкілікті процессуалдық шешім қабылданатын болады. Жерін заңдастыра алмай әбігерге түскен жұрттың мәселесі қашан шешілері белгісіз. Олар ендігіде прокуратураға арыз жазуға ниетті. Әйкерім Пернебек, Сағынғали Мұхайтпасов, Алматы телеарнасы, Алматы облысы. Қазақстанда картоп бағасы 2-3 күнде тұрақтанады. Ауыл шаруашылығы министрлігі осындай болжам жасап отыр. Егіншілік департаментінің директоры соңғы 3 күнде оның құны төмендеп келеді дейді. Сөзінше, Астанада картоптың келісі кеше 433 теңге болса, бүгін ол 280 теңгеден сатылып жатыр екен. Алдағы күндері басқа өңірлерде де осындай тенденция орнауы керек деп сендірді маман. Параллельно у нас ведется. Ішкі нарықпен қатар Қазақстанның картобы өзге мемлекеттерде сұранысқа ие екенінде айта кету керек. Бұл бір жағынан ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілер үшін жақсы, өйткені өз өнімдерін тиімді бағада саталады. Алайда баға ішкі факторға әсерін тигізіп отыр. Яғни сыртқы нарықта жоғары сұраныс болғандықтан ішкі бағада көтеріліп кетті. Бұл мәселені тұрақтандыру үшін картоп экспортына тыйым салынды. Ал сауда және интеграция министрлігі картоп бағасының күрт көтерілуіне Ресейдегі жағдай мен экспорт себеп деп отыр. Сыртқа шығаруға тыйым салғаннан кейін баға тұрақтайды деп сендірді жауаптылар. Қазір елде картоп қоры жеткілікті екен. Тұрақтандыру қорларын деген броньді аштық. Осы жағдай бойынша, мысалы, бізде 87 мың тонна картошка қорында болған болатын. Картоптың бүгінгі күні 62 мыңдай тоннасы бар. Әлі әр өңірде әлеуметтік маңызды магазиндар арқылы жаңа картоп халыққа сатылып жатыр. Алматыда әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасын тұрақтандыру үшін облыс өндірушілерінен 9,5 мың тонна өнім сатып алынды. Дегенмен мегаполисте кей тауарлардың құны әлі де құбылып тұр. Ал несиелік келісімшарт бойынша алынған тауардың 10% сатылып кетіпті. Мәселенің жай-жапсарын Мәди Мәлік баяндап берсін. Шаһарда картоп бағасы әлі де тұрақсыз. Кейбір сауда орындарында бір келі картоптың құны 350 мен 450 теңгенің аралығында. Мұндай қымбатшылықты сарапшылар Павлодар мен Қарағанды облысындағы бағаның өсімімен байланыстырады. Бұл бағытта жауапты басқарма шаруалармен 9,5 мың тоннадан астам картоп сатып алуға келісім шарт жасасқан. Оның 1000 тоннадан астамы сатылып кеткен екен. В рамках реализации мер по обеспечению. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын тұрақтандыруды қамтамасыз ету үшін Алматы
әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы супермаркеттер желілерімен несиелік келісім жасады. Атап айтқанда картоп, сәбіз, пияз және қырыққабат сынды көкөністер Алматы, Ақмола, Жамбыл, Павлодар және Түркістан облыстарындағы өндірушілерден алып келінді. Жалпы көлемі 9720 тоннаға келісім шарт жасалды. Сала мамандарының айтуынша алаңдауға еш негіз жоқ. Сатып алынған барлық өнімдер тұрақтандыру қоймаларында сақталуда. Қажет болған жағдайда қосымша тауар партиясын бөлшек сауда орындарына жеткізуге мүмкіндік бар. Алматы қаласының сауда орталықтарында картоптың бағасы тұрақты әрі жеткілікті. Ел ішінде екінші нан есептеліп кеткен дәл осы өнімнің бағасы 157 теңге. Когда, в принципе, не было проблем с картошкой. Бізде картоппен ешқашан қиындық болған жоқ. Ол әрқашан жеткілікті болды. Барлығы әдеттегідей жүріп жатыр. Өнім таусылса, күн сайын бізге көкөністер мен жемістерді жеткізіп отырады. Алматыдағы баға тұрақтылығы алдағы 2-3 күнде барлық өңірде жалғасады. Бұл туралы ауыл шаруашылық министрі мәлімдеді. Айта кетейік, қазір қаланы қамтитын қоймаларда 8000 тоннадан астам өнім бар. Мәди Мәлік, Ялкунжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы. Астанада экопосттар пайда болуы мүмкін. Экология министрі Ерлан Нысанбаев оларда Алматы тәжірибесі негізінде еліміздің басқа да қалаларында орнатқысы келеді екен. Осылайша табиғатқа зиянды заттарды көп бөлетін көліктерді анықтау көзделіп отыр. Бір ғана Алматыда былтыр темір тұлпар иелеріне 437 миллион теңге айыппұл салыныпты. Сондықтан Астанаға да ауаны ластауға жол бермейтін бекеттер керек дейді министр. Алматыда бекеттерден бөлек 2 жылжымалы көлік қаланы аралап өлшеу жұмыстарын жүргізеді. Бұл өте тиімді деп нық сеніммен айта аламыз. Сондықтан Астанада да осындай бақылау жүйесін енгізу керек. Уақыт келді. Мен бұл мәселені қала әкімімен талқылаймын. Ол Алматының тәжірибесін зерттесін. Бұл шаруаны кейінге қалдыруға болмайды. Былтыр Алматыда баспанаға мұқтаж 5594 азамат үймен қамтамасыз етілді. Оның 2000-ы кезек тәртібімен берілсе, 1268-і Алматы жастары бағдарламасы бойынша үйлестірілген. Ал биыл баспана деп бас қатырған жандардың жайы не болмақ? Халық үшін ең тиімді жеңілдетілген ипотекалық несие қайсысы? Бұл жөнінде әріптесім Аяулым Көлжігіт экономикалық айдарда айтып береді. Аяулым, қазір қалада қанша азамат үй кезегінде тұр? Кеш жарық Олжас, баста ауыртқан баспана мәселесі қай елде, қай жерде болмасын өзекті екені белгілі ғой. Өз үйім өлең төсегім болса деп армандап жүргендер Алматыда да баршылық. Бүгінде қалада 44 мыңға жуық азамат тұрғын үй кезегінде тұр. Оның ішінде 2200-ден астамы жетім балалар, 8000-нан астамы көп балалы отбасылар, 18518-і халықтың әлеуметтік осал топтары болса, бюджеттік ұйымдар саны 15000-нан асады екен. Жалпы соңғы жылда шаһар әкімі Ерболат Досаевтың бастамасымен халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін жергілікті бюджеттен 167 миллиард теңге бөлініп, оған 7250 баспана сатып алынған. Ал былтыр 5594 азамат тұрғын үймен қамтылыпты. Оның 2000-ы кезек тәртібімен үлестірілсе, 2100-і жұмыс істейтін жастарға сатып алу құқығынсыз жалға берілген. Сондай-ақ 2 және 5% кредиттік жеңілдікпен 226 азамат пәтерлі болған. Ал 1268 адам Алматы жастары бағдарламасының игілігін көріпті. Ал үй кезегіне тұру үшін азаматтар қандай талаптарға сәйкес болуы қажет? Және баспананы үлестіру қазір кімнің құзыретінде? Құзырет демекші, бұл жүйеге ауқымды өзгеріс енгізіліп отыр. Енді биыл мамыр айынан бастап тұрғын үйге мұқтаждарды есепке алу, кезекке қою және тұрғын үйді бөлу функцияларын отбасы банк атқармақ. Ал әкімшілік тек тұрғын үй алу мен салу міндетін ғана орындайды. Бұл шешім былтыр отбасы банкінің ұлттық даму институтына айналуына байланысты қабылданды. Жаңа ереже күшіне енгеннен кейін кезекке тұру барынша жеңілдейді. Тек бірнеше талап бар. Ең алдымен Алматыда баспаналы болуға ниетті қалада кемінде 3 жыл тұрақты тіркелген болуы қажет және республика бойынша атында 5 жылдан аса уақыт үйі болмаған абзал. Ал үйлерді бөлу азаматтардың тіркелген күні мен табыс деңгейіне қарай жүзеге асырылады. Мәселен, отбасындағы бір адамның табысы ең төменгі күнкөріс деңгейін құраса, яғни 46300 теңгеден аспаса, онда оларға үйді жалдау ақысының бір бөлігін субсидиялау ұсынылады. Егер табысы одан жоғары болса, онда ол азаматтарға жеңілдетілген ипотекалық бағдарламалар қол жетімді болмақ. Аяулым, ал халық үшін ең тиімді жеңілдетілген ипотекалық бағдарламалары қайсысы деп айтар едің?
Қазір баспанаға оңай қол жеткізуге мүмкіндік беретін бағдарламалар көп. Әсіресе азаматтар кезегін күткісі келмесе, мемлекет келесі мүмкіндікті ұсынады. Бұл ретте ең тиімді бағдарламалар қатарына бақытты отбасы мен шаңырақты жатқызуға болады. Өйткені олардың пайыздық мөлшерлемесі 2 мен 5% арасында. Биыл бұл мөлшерлемені көтеру жоспарда жоқ екен. Тағы бір тиімді тұсы осы бағдарламалар арқылы үйлі болған жетім балалар мен мүмкіндігі шектеулі жандар, көп балалы отбасыларға бастапқы жарнаның бір бөлігін жабу үшін 1,5 миллион теңге көлемінде қайтарымсыз тұрғын үй сертификаты ұсынылады. Сондай-ақ жас мамандар игілігін көріп отырған Алматы жастары бағдарламасы бар. Ол 5% мөлшерлемемен 35 жасқа дейінгі азаматтар үшін таптырмас мүмкіндік. Ал егер 35 жастан асқан болсаңыз, онда отау мен наурызға жүгінуге болады. Ол үшін барлық отбасы мүшесінде кемінде 5 жыл жеке баспана болмауы шарт. Және отбасы банктың депозитінде кемінде 2 миллион теңге жатуы қажет. Мұнда да жылдық сыйақы мөлшерлеме көлемі 9%, ал әлеуметтік осал топтағы азаматтар үшін 7%. Ал берілетін заем көлемі Астана мен Алматы қалаларында 36 миллион теңге төңірегінде, өзге өңірлерде 30 миллион теңгеге жуықтайды екен. Сарапшылардың айтуынша, мемлекет тарапынан мұндай қолдау әлеуметтің әлеуетін арттыратыны рас, алайда тұрғын үй нарығында бағаның күрт құбылуына әкеп соғуы мүмкін. Умай бағдарламасы қазір бізге қосылайын деп жатыр. Ол екінші қатарлы үйлерді алуға мүмкіндік бар. Және де жасыл ипотека бағдарламасын естіп жатсыздар. Ұнаған районнан, ұнаған этажынан алуға болатын бағдарлама болғандықтан баға кішкене өсуде. Қаңтар айының 20-сына дейін бағаларды қадағалап отырмыз. Әрине 15%-ға өскен. Әбден бәрін бір уақытқа келтірмеу керек. Этап-этап бойынша жаңағы алған дұрыс болады. Себебі халықта барлық жаңалықты көріп отыр. Сататын халық, өзінің пәтерін сататын халық, әрине осы бағдарламаны күтіп отырады. Иә, бірақ бағаның бұлқынуына қарамастан сұраныс азаймақ емес. Биыл Алматыда 6000-нан аса азаматты тұрғын үймен қамтамасыз ету жоспарланған көрінеді. Осы мақсатқа 90 миллиард теңге бөлініп, қосымша 3050 пәтер сатып алынбақ екен. Ал аталған бағдарламалар арқылы баспана алу үшін азаматтар өтінімді Қазақстанның орнықтылық қоры мен отбасы банкінің ресми сайттарында қалдыра алады. Сондықтан үйлі болсам деп жүргендердің үміті үзілмесін, әр қазағыма қоныс тойын тойлауды жазсын деймін. Студия, мендегі ақпарат осы, сөз өздеріңізде. Рахмет аяулым, әлеуметтің әлеуеті көтеріле берсін, мұқтаж азаматтарға биылдан қалмай баспаналы болу бұйырсын. Еске сала кетейін, экономикалық айдарда тақырыпқа шолу жасаған әріптесім аяулым Көлжігіт болды. Қымбатты көрермен, жаңалықтардың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Былтыр Алматыда 40-тан аса заңсыз нысан сүрілді. Тексеріс нәтижесінде қандай заң бұзушылықтар анықталған, жаңа қабылданған ережелер қандай. Алматы жастары тұрғын үй бағдарламасының қосымша кезеңінің нәтижесі белгілі болды. Баспана бақыты кімдерге бұйырды? Былтыр Сыр өңірінде 11 елді мекен табиғи газға қосылып, облыс тұрғындарының 78% көгілдір отында тұтынуға көшті. Ол үшін газдандыру жобаларына 30 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Ал жыл басынан бері тағы 4 елді мекенге газ желісі тартылыпты. Аймақтағы ахуалды жақсарту үшін тағы не істеліп жатыр? Өңірдегі тілші айтсын. Бүгінде Қызылорда облысында 50-ге тарта елді мекен табиғи газды тұтынуға көшкен. Солардың бірі жаңа жылда өркениет көшіне ілесіп, көгілдір отынға қол жеткізген Арал ауданындағы Шижаға ауылы. 11 құрсақ көтерген Батырана Назым Сәдуақасова өмір бойы от жағып келіп едік. Енді міне газ келіп қолымыз ұзарды дейді. Газдың пайдасы үйдің тазалығына, мына келіндердің жаңағы қиындық көрмей от жақпауына, мына үйдің жылылығы да жақсы болып тұр. Бұрын үлкен бөлмелер жылынбайтын еді, қазір енді кешеден бері көріп жатырмын, бәрі де жақсы. Шил ауданының іргесіндегі ортақшылда 200-ден аса шаңырақ түтін түтетіп отыр. Елді мекенде тұратын Базаркүл Ешниязқызы көмір тасудың бейнеті аз болмағанын айтады. Ауыл халқы көмірді аудан орталығынан тасымалдаған. Әр үй қыс ауанында кем дегенде 5-6 тонна қатты отын жағады.
Енді осы қиындықтың барлығы артта қалып, ел қуанышы еселеніп жатыр. Ауылдық жер болғасын күл шығарамыз, отын пұтап әкелеміз, шелек-шелек көмір әкеп саламыз, әйтеуір үй жылы тұрсын деп. Оның бәрі бізге бейнет қой. Қазір енді Аллаға шүкір, біраздан бері газ кіріп ауылымызға жақсы рахаттанып қалдық. Қуанышымызда шек жоқ. Аймақта биылда жоспар ауқымда қазір 9 елді мекенді газдандыруға байланысты жобалар әзірленсе, былтырдан өтпелі газдандыру құрылысы қарқынды жүруде. Нәтижесінде елді мекендерді көгілдір отынмен қамтамасыз ету көрсеткіші 80%-дан аспақ. Биылғы жылы тағы да қосымша 5 елді мекен газға қосылады деп отырмыз. Енді биылғы жылы қазір 13 жоба іске асырылып жатыр. Өткен жылдың өтпелі жобалар, оған енді республика және облыс бюджеттен 6 миллиардқа жуық қаржы бөлініп отыр. Одан қосымша қазір 9 елді мекенді газдандыруға байланысты 8,2 миллиард теңгеге жобалар әзірленді. Алдағы енді республика бюджетін нақтылау барысында біз осы мәселені талқылап, қосымша қаржы аламыз ба деп жоспарлап отырмыз. Былтыр ел бойынша 1700 шақырымнан аса газ құбыры салынып, 300 мыңнан көп азамат көгілдір отынға қол жеткізді. Ал биыл 45 жобаны іске асыру үшін мемлекеттік бюджеттен 65,9 миллиард теңге бөлінген. Яғни еліміздегі газдандыру деңгейі 62%-ға жетеді. Қазір ұзындығы 302 шақырым болатын Талдықорған Үшарал магистральдық газ құбырының құрылысы жүріп жатыр. Бұл арқылы 124 мың тұрғыны бар Жетісу облысының 66 елді мекені табиғи газға қол жеткізеді. Асқар Сәрсенұлы, Төрехан Әділбекұлы, Алматы телеарнасы, Қызылорда облысы. Биыл Жамбыл облысы толықтай ауыз сумен қамтылады. Өңір билігі көпшілікке осындай уәде беріп отыр. Мәселен, 2024 жылы бұл салаға 21 миллиард теңгеден аса қаржы бөлініпті. Оған облыс көлемінде 54 жоба жүзеге асқан. Ауылдарға су желісін тарту биылда жалғасады. Дегенмен мәселеде жоқ емес. Толығырақ аймақтағы әріптесім баяндасын. Жайсаң ауылының тұрғындары осы уақытқа дейін кеңестік кезеңнен қалған құбырды пайдаланып келеді, бірақ ол әбден тозғандықтан ыдыс-аяққа қақ тұрып, жұрт лай суды тұтынуға мәжбүр болды. Ал бюджеттен 470 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінгенде көптің тілегі орындалды. Нәтижесінде ауыл жұрты жаңа жылда жаңа су желісін пайдалана алады. Біз енді өзіміз құдық қазып алғанбыз, бірақ сол ескі құбырдан ішіп отқан отбасыларда болды. Мына ауылымызға су келді бір айдың көлемінде, өте таза, жақсы, тәтті су келді. Біз өте ризамыз. Былтыр өңірде 37 елді мекен мен 5 тұрғын үй алқабына таза ауыз су желісі жүргізілген. Тағы 16 ауылдағы ескі су құбыры қайта жаңғыртудан өтті. Бірақ қаржы бөлінсе де аймақта 6 жоба аяқсыз қалған. Солардың бірі Сауытбек ауылы. Елді мекенге 167 миллион теңге бөлініп, құрылыс жұмыстары 2020 жылы басталғанымен мердігер жұмысты жарты жолдан тастап кеткен. Ал тұрғындар әлі күнге ауыз сусыз отыр. Осы 60% күйінде қабылдап алып, жаңа жобалық сметалық құжаттама 2020 жылы жасалған деп отырмын. Қазіргі кезде қойылған жаңағы бағалардың барлығы өсуіне байланысты корректировкаға енгізіп, осы 25 жылы толыққанды аяқтасақ деп жоспарлап отырмыз. 2024 жылдың қорытындысы бойынша өңірдегі қалаларда ауыз сумен жабдықтау көрсеткіші 98,8%-ға жетті. Ал елді мекендерге 98,1%. Бұл дегеніміз 1 миллион 200 мыңға жуық өңір тұрғыны таза суды тұтынып отыр деген сөз. Қаратау, Жанатас қалалары 100% ауыз сумен қамтылған. Тараз және Шу қалалары бүгінге толық қамтылмаған. Кейбір жобаларға қаржы толық қаралмаған, бірақ ол бойынша біз қазір министрлікпен жұмыс жүргізудеміз. Толық қаржы қаралған жағдайда қалалар мен ауылдық елді мекендер 100% ауыз сумен қамтылатын болады. Биыл аймақта ауыз суға байланысты 33 жоба іске аспақ. Ол үшін шамамен 40 миллиард теңге қажет. Қажетті қаржы республикалық қазынадан уақытылы бөлінсе, аймақ жыл соңына дейін 100% таза ауыз сумен қамтылып үлгереді. Нұрғиса Қаржаубай, Алматы телеарнасы үшін арнайы Тараздан. Былтыр Алматыда 40-тан аса заңсыз нысан сүрілді. Қала құрылысын бақылау басқармасы 1400-ге жуық жоспардан тыс тексеру жүргізіп, заң бұзушылықтарды анықтаған. Оның ішінде ірі бизнес орталықтар мен тұрғын үй кешендері де бар. Заңсыз салынған ғимараттарды сүру бойынша жаңа қабылданған ережелер мен тың өзгерістер қандай? Бұл сұрақтарға жауап алу үшін студиямызға Алматы қала құрылысын бақылау басқармасының орынбасары Олжас Төлебаевты шақырдық. Олжас Болатұлы, қош келдіңіз. Кеш жарық. Олжас мырза, заңсыз үйлерді сүрудің алдындағы тексеріс жұмыстары қандай жүйемен жүзеге асырылады? Бүгінгі таңда жоспардан тыс тексеру Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік кодексіне мен
реттеледі. Бүгінгі таңда енді жоспардан тыс тексеруді дайындау және де тексеру процестерінің алгоритмін айтып өтейік. Ең бірінші, жеке және заңды тұлғалардан ресми өтініш келіп түскеннен соң біз басқарма өз тарапымыздан материалдарды жинақтау жұмыстарын бастаймыз. Меншік иесінің жаңағы объектінің құқық құжаттарын алу үшін уәкілетті органдарға сұраныстар жолдайтын боламыз. Аталған сұраныс келгеннен соң біз субъектіге тексеру жөнінде хабарлама жолдаймыз. Ең басты қиыншылық осы жерде басталады. Көбінесе меншік иелері аталған хабарламаны алудан бас тартады. Аталған хабарламаны неге жеткізбеген жағдайда біз өз тарапымыздан тексеруді тіркеу мүмкін емес. Жаңа хабарлама жеткеннен соң Қазақстан Республикасының бас прокуратура құқықтық статистика және арнайы есепке алу департаментінде тағайындау актісі тіркеліп, жоспардан тыс тексеру басталады. Жоспардан тыс тексеру аясында құқық бұзушылық анықталған жағдайда басқарма біз өз тарапымыздан меншік иесіне қатысты әкімшілік шаралар қолданып, құқық бұзушылықты жою жөнінде нұсқама береміз. Нұсқаманың мерзімі 1 немесе 2 айға дейін беріледі. Аталған мерзімде меншік иесі құқық бұзушылықты жойғаннан кейін біздің басқармаға ақпарат беру тиіс. Аталған тағы бір маңызды сұрақ. Жалпы Алматы қалалық мәслихатының 26-шы кезектен сессиясында қабылданған құрылыс нысандарына қатысты жаңа тәртіп туралы айтып берсеңіз, қандай өзгерістер қабылданды? Алматы қаласының 26-шы кезектен тыс сессиясында құрылыс монтаждау жұмыстарын инспекциялау үшін құрылыс нысандарына кіру тәртібі бекітілген болатын. Бұл жерде айтып өтетін құқықтық акт жобасы Алматы қаласы қала құрылысын бақылау басқармасы, Алматы қаласы әкімі Ерболат Досаевтың тапсырмасымен әзірленген болатын. Өздеріңіз білетіндей 2016 жылдан бастап мемлекеттік сәулет құрылыс органдары нысанға кедергісіз кіру мүмкіндігінен айырылған болатын. Бүгінгі таңда мен жаңағыда жоғарыда айтып өткендей, жоспардан тыс тексеру тек қана ресми түрде кәсіпкерлік кодекске сәйкес жүргізіледі. Енді бүгінгі таңда аталған ереже құрылыс нысандарына кірудің бекітілген тәртібі бойынша инспекция негізі ретінде жаңағы заңсыз құрылыс нысандары, сметалық жобадан ауытқу жұмыстары және құрылыс монтаж жұмыстары хабарсыз басталуы негіз болып табылады. Енді бұл ереже алдын алуға заңсыз құрылыстың үлкен мүмкіндік береді бүгінгі таңда біздің басқармаға. Аталған ереже 26 қаңтарда Әділет департаменті тіркелді, бүгінгі күні заңды күшіне енді. Рахмет. Биыл тағы неше нысан сүріледі, белгілі ме? Енді 2024 жылы 41 нысан бұзылған болатын. Атап айту керек, 2023 жылмен салыстырған кезде бұзу саны 2 есе өсті. Енді бүгінгі кезде өте көп сот шешімдер бар бұзылатын. Енді жұмыс бұл тәртіпте күшейтілді. Жақсы, рахмет. Олжас Болатұлы студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін алғыс айтамыз. Рахмет, сау болыңыздар. Қымбатты көрермен, естеріңізге салайық, бүгін бізде студиямызда қонақта болған Алматы қала құрылысын бақылау басқарма басшысының орынбасары Олжас Болатұлы болды. Алматы жастары тұрғын үй бағдарламасының қосымша кезеңінің нәтижесі белгілі болды. Былтыр 23 мен 31 желтоқсан аралығында негізгі конкурстан өтпеген қатысушылардан тағы өтінімдер қабылданған еді. Бұл жолы үйлі болуға 1872 алматылық ниет білдіріпті. Басым бөлігі білім беру саласының мамандары. Нәтижесінде ең жоғары балл жинаған 183 қатысушы төлем қабілетін растау үшін жолдамалды. Ал 576 азамат үміткерлер төлем қабілетін растағанға дейін резервке енгізілді. Ал 1113 өтініш тұрғын үй зейнетақы аударымдары мен басқа да анықтамалардың болмауы салдарынан қабылданбады. Былтыр ел аумағында 1700 шақырымға жуық газ құбыры жаңартылды. Нәтижесінде 300 мыңнан аса адамның көгілдір отынды пайдалануға мүмкіндігі туыпты. Ал оның 27 мыңы алматылықтар. Сала мамандары газбен қамту кезең-кезеңімен жүзеге асса, халықтың өмір сүру сапасы артып, республикада экология жақсарады дейді. Толығырақ тілші жалғастырсын.
Өткен жылдың басында елді газбен қамтамасыз ету деңгейі 60%-ды құраған еді. Дәл сол кезеңде көгілдір отынды 12 миллион адамның пайдалануға мүмкіндігі туды. Бүгінде көрсеткішті одан ары ұлғайту көзделіп отыр. Мәселен, биыл бұл бағытта 45 жобаны іске асыру жоспарланған. Ол үшін 65 миллиард теңгеде бөлініпті. Нәтижесінде елді газбен қамту деңгейі 62%-ға көтерілмек екен. Ал Алматыда көрсеткіш 99,4% болып тұр. Шаһардағы газ желілерінің жалпы ұзындығы 6000 шақырымға жуықтайды. 23 жылы Қазақгаз аймақ акционерлік қоғамының инвестициялық программасы бойынша 21 километр жаңа газ желілері салынған болатын. Осы таңда жаңадан 500 үйге газға қосылуға мүмкіндік берілді. 24 жылы 24,4 километр желілер жаңартылған болатын. 25 жылы 51 километр желілер жаңартылу жоспарлауда. Сондай-ақ биыл Наурызбай ауданында газ желісін салу қарқынды түрде жүргізіліп жатыр екен. Оның жалпы ұзындығы 6,7 шақырым. Жоба құрылысы аяқталғаннан соң көгілдір отынға ауданның 3000-нан аса тұрғыны ие болады. В этом году выдано около 12 тысяч условий. Биыл Алматы бойынша 12 мыңға жуық техникалық шарт берілді. Оның ішінде 8295-і жеке үй, 840-і коммуналдық тұрмыстық нысан, 181-і өндірістік кәсіпорын және 101-і көп пәтерлі үйлер. Еске салайық, мемлекет басшысы елді газбен қамтудағы негізгі бағыттардың бірі әлеуметтік әмиян екенін атап өткен болатын. Пилоттық жобаның аясында бұған дейін халықтың әлеуметтік осал тобына кіретін Шымкенттік 6000-нан астам тұрғын газға 24%-ға дейін жеңілдік алған еді. Ал 2025 жылы бұл бастама барлық өңірге енгізілмек. Рүстем Айткарым, Владислав Иващенко, Ғани Қалуов, Рашидин Якупов, Алматы телеарнасы. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Толғандырған мәселеңіз болса, төменде көрсетілген нөмірге хабарласыңыз.